Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жәнібек қызы Аружан. Бүгінгі сабақта біз Қабдеш Жұмаділовтің «Академиктің көз жасы» кітабы туралы айтатын боламыз. Екінші сырия сабағымыз. Ең алдымен қысқаша Қабдеш Жұмаділов туралы айта кетейік. Қабдеш Жұмаділов осы қазақ әдебиетінің ең көрнекті жазушысы, драматург және публицист. Ол 1926 жылы қазіргі Қызылорда облысында дүниеге келген және 2001 жылы өмірден өтті. Жұмаділовтің шығармалары қазақ прозасында жалпы маңызды орын алады. Себебі ол өз туындыларында қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді, адамгершілік қасиеттерді және сондай адамның ішкі жан дүниесін, моральдық және этикалық сұрақтарды терең суреттеген жазушы. Оның прозасы көбіне әлеуметтік тақырыбында бағытталған, бірақ кейіпкерлерінің ішкі сезімдері мен психологиясы да терең зерттеледі кітаптарында. Жұмаділов шығармалары арқылы оқырманға адамгершілік, парасаттылық, әділеттілік, білім мен ғылымның рөлі, қоғам алдындағы жауапкершілік сияқты құндылықтарды жазып көрсетеді. Сонымен қатар Қабдеш Жұмаділов қазақ әдебиетінде шынайылық пен философиялық ойды үйлестірген жазушы ретінде де танымал. Оның кейбір еңбектері мектеп бағдарламасына енгізілген және қазіргі қазақ әдебиетінің классикасына жатады. Бізде екінші сырия тақырыбы өзімізге ұнаған кітап таңдау керек болды. Мен таңдаған кітап Қабдеш Жұмаділовтың «Академиктің көз жасы» кітабы болды. Бұл кітапты қысқаша айта кетсем осы кітап туралы. «Академиктің көз жасы» кітабы Жұмаділовтің прозасындағы ең маңызды туынды деп айтсақ болады. Бұл шығармада автор ғылым мен білімнің адам өміріндегі рөлін, сонымен қатар адамгершілік пен моральдық құндылықтарды сақтау қажеттігін, сонымен қоса қоғамдағы әділетсіздіктерді суреттейді. Кітаптың басты кейіпкері академик, яғни Қаныш Сәтбаев туралы болады. Оның қайғысы мен көңіл күйі, қазақ халқына жанашырлығы арқылы қоғамдағы мәселелерді көрсетеді. Академиктің көз жасы шығармасының мазмұны туралы айта кетсек, Қабдеш Жұмаділов «Академиктің көз жасы» шығармасында қазақтың прозасындағы ғылым, адамгершілік және қоғамдағы арасындағы байланысты терең суреттейтін ерекше еңбек. Шығармада автор академик бейнесі арқылы адамның ішкі әлемін, оның еңбектерін суреттейтін ерекше еңбек болды. Шығармада автор академик бейнесі арқылы адамның ішкі әлемін, моральдық таңдауларын және қоғамдағы әділеттілік пен әділетсіздік мәселелерін қарастырады. Бұл шығарма тек ғылымның маңызын көрсету үшін жазылған емес, сонымен қатар адамның рухани байлығы мен адамгершілік қағидаттарын сақтау қажеттілігі оқырманға жеткізу үшін жазылған. Шығарманың басты кейіпкері академик Қаныш Сәтбаев болды. Ол ғылым саласындағы үлкен жетістіктерге жеткен, қоғамға үлкен үлгі болатын тұлға болды. Алайда оның өмірі тек осы кәсіби табыстардан тұрмайды. Академик өзінің ішкі жан дүниесіндегі терең ойларға батып, адамгершілік пен қоғам айналасындағы жауапкершілікке толы қиын шешімдер қабылдай алды. Шығармада академиктің көз жасы тек жеке қайғысының белгісі емес, ғылым жолындағы кедергілерді, қоғамдағы әділеттіліктерді және адам сезімдерін толықтай ашып бейнеледі. Шығарманың басталуында академиктің ғылыми қызметі, оның жетістіктері, ғылыми ортаның қиындықтары шығарманың басында сипатталады. Ол жаңа ғылыми жобаларға белсене қатысып, өз жұмысында еңбектенеді. Алайда ғылыми ортадағы кейбір адамдардың бәсекелестігі, кедергілер мен әділетсіздіктер академикке қиындықтар туғызды. Автор бұл оқиғалар арқылы ғылым жолындағы шынайы қиындықтарды осы шығармада толықтай ашып көрсетеді.
Оқиға барысында академиктің жеке өмірі мен кәсіби қызметі қатар жүреді. Оның жан дүниесінде жеке трагедиялар мен кәсіби сынақтар қатар болады. Және де академиктің көз жасы осы қақтығыстар мен күрестің символы ретінде толықтай ашып көрсетіледі. Ол ғылым мен адамгершілікті үйлестіре отырып, өз жолында адал әрі әділ еңбек етуге тырысады. Бұл кейіпкердің мінезі мен ішкі дүниесін оқырманға терең ой салады. Шығармада қоғамдағы әлеуметтік әділетсіздікте басты тақырыптардың бірі болып табылады. Академик өз көзқарасында адал болып, әділетсіздіктерге қарсы тұрады. Ол тек ғылым үшін ғана емес, сонымен қатар қоғам үшін де жан беріп күреседі. Академиктің қайғысы жеке трагедия болып көрінгенімен, ол қоғамдағы жалпы қайғының бейнесіне айналады. Бұл шығармадағы әлеуметтік тақырыптар білім мен ғылымның қоғамға тигізетін әсерін көрсетеді. Яғни шығарма бойынша Қаныш Сәтбаев оқу, білім, ғылым туралы толық керектігін көрсеткен еді. Жұмаділов шығармасында философиялық ойларда да терең енгізеді. Академиктің ойлары, ғылыми тәжірибесі және өмірлік шешімдері арқылы автор адамның өмірдегі рөлін, моральдық жауапкершілігін және адамгершіліктің маңызын суреттейді. Академик ғылым мен моральдың үйлесімділігін сақтай отырып, өз қызметінде әділдік басты мақсат етеді. Шығарманың жалпы ортақ ойы адам мен ғылым, қоғам мен мораль арасындағы байланысты көрсету. Академиктің әрекеттері мен шешімдері оқырманға адамгершілік пен білімнің қатар жүруін, адамның рухани байлығын және қоғам алдындағы жауапкершілігін түсіндіреді. Шығарма барысында оқырман академиктің кәсіби табыстары мен ішкі қайғысын бірге сезінеді. Оның жан дүниесіне үңіледі және адам болудың моральдық және этикалық құндылықтарды сақтаудың қаншалықты маңызды екенін түсінеді. Шығармада кейбір эпизодтар арқылы академиктің өміріндегі кішкентай қуаныштар мен сәтті сәттер көрсетіледі. Бұл эпизодтар кейіпкердің адамгершілік қасиеттерін, мейірімділігін және айналасына деген қамқорлығын ашады. Академиктің көз жасы ол ғылыми еңбектің жемісі ғана емес, сонымен қатар оның жан дүниесіндегі сезімдердің көрінісі. Қорыта келе, академиктің көз жасы бұл ғылым мен білімнің, адамгершілік пен моральдың және осы қоғам мен жеке адамның арасындағы үйлесімділік туралы айтылған шығарма. Қабдеш Жұмаділовтің академиктің образын арқылы оқырманға ғылым мен адамгершілік, кәсіби жетістік пен моральдық жауапкершілік, адам өмірінің мәні туралы терең ой салды. Академиктің көз жасы бұл тек жеке трагедия ғана емес, адамзаттың, қоғамның және ғылымның алдында тұрған моральдық және әлеуметтік қиындықтардың символы деп айтсақ болады. Және де осы кітап ішіндегі ең ұнаған мақалаларды қысқаша айта кетсем, ең біріншісі ғылым мен адамдық сезім бір-біріне ажырамас деген мақала бар. Соны оқып берсем, бұл мақалада автор ғылым мен адамның рухани әлемінің тығыз байланысын көрсетеді. Академик тек кәсіби жетістікте емес, адамдық қасиеттерге де мән берді. Мақалада академиктің ғылым жолында жеткен жетістіктеріне қатар, оның адамгершілік қағидаттарын сақтау маңызды екені айтылған. Мен үшін бұл мақала терең ой салды, себебі адамның жетістігі тек кәсіби табыспен ғана өлшенбейтінін, рухани байлығы адамгершілік қасиеттермен өлшенетінін түсіндіреді. Академиктің көз жасы осы үйлесімділіктің символы ретінде беріледі. Және екінші мақала, академиктің қайғысы бұл бүткіл қоғамның, қазақ қоғамының қайғысы. Бұл мақалада академиктің жеке қайғысы арқылы қоғамдағы әділетсіздіктер суреттеледі. Академик тек өзіне ғана емес, қоғамға да жауапты. Оның қайғысы жеке трагедия емес, бұл бүткіл қазақ қоғамның қайғысы ретінде көрінді.
Бұл идея оқырманға қоғамдағы әділетсіздіктерге бей-жай қарамай, әрбір адам қоғам алдындағы жауапкершілігін еске салады. Академиктің өмірі мен тәжірибесі арқылы автор адам мен қоғам арасындағы байланысты ашады. Үшінші мақала адамгершілік пен білім бір-бірін толықтырады деген мақала. Ол туралы айта кетсек, мақалада білім мен адамгершіліктің үйлесімі толықтай ашылып қарастырылады. Академиктің әрекеттері мен шешімдері тек білімге сеніп қана қоймай, моральдық қағидаттары да сәйкес болады. Бұл ой маған ерекше ұнады, себебі адам өмірінде білім мен мораль қатар жүруі қажет екені көрсетіледі. Академиктің мінез-құлқы, шешімдері осы үйлесімділіктің айқын мысалы деп айтсақ та болады. Және тағы бір мақала ғылым жолындағы қиындықтар және адамның төзімділігі туралы. Бұл мақалада тақырып айтып тұрғандай, автор ғылым жолындағы кедергілерді, қиындықтар мен шыдамдылықты суреттеді. Академиктің көз жасы оның табандылығы мен ғылымға адалдығының белгісі. Яғни бұл идея оқырманға қиындықтарға мойымай мақсатқа жету қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Академиктің өмірі мен әрекеттері арқылы автор адамның төзімділігі мен мақсатқа адалдығын мадақтайды. Қоғамдағы әділетсіздік пен адамның рөлі туралы айта кетсек, мақалада қоғамдағы әділетсіздіктер, ғылыми ортадағы қиындықтар және адамдық жауапкершілік мәселелері қарастырылады. Академиктің іс-әрекеттері арқылы автор осы қоғамдағы моральдық мәселелерді көрсетеді. Бұл мақалада адамның қоғамға тигізетін пайдасы, көмектері туралы әсерін түсінуге көмектеседі. Академиктің әрекеттері қоғамдағы әділеттілікке жету жолындағы үлгі. Және осы Қабдеш Жұмаділовтің академиктің көз жасы кітабындағы кейіпкерлердің мінез-құлқы және философиялық ойлар туралы айта кетуге болады. Академик бейнесі шығарманың негізгі кейіпкер болып табылады. Ол ғылым жолында көптеген қиындықтарға тап болады, бірақ адамгершілігінен айнымайды. Оның мінез-құлқы, табандылығы, адалдылығы, әділеттілікке деген ұмтылысы айтып жеткізе алмаймыз. Автор философиялық тұрғыдан адамның рөлін, моральдық жауапкершілігін, қоғам алдындағы міндетін терең талдайды. Сонымен қоса, академиктің көз жасы арқылы автор адамның ішкі әлемін, рухани байлығын, моральдық таңдауларын көрсетеді. Тағы да Қабдеш Жұмаділовтің, яғни автор стилі мен шығарманың ерекшелігі туралы қысқаша қайырсақ, Қабдеш Жұмаділовтың стилі ол шынайылыққа негізделген, яғни кейіпкерлерінің ішкі сезімдерін терең суреттейтін проза. Оның шығармалары қазақ әдебиетінде әлеуметтік мәселелерді көтеру арқылы ерекше орын алады. Академиктің көз жасы шығармасында автор ғылым мен адамгершілік, қоғам мен жеке адам арасындағы байланысты терең бейнелейді. Қорытындылай келе, Қабдеш Жұмаділовтың академиктің көз жасы шығармасы ғылыми, әлеуметтік және моральдық тақырыптарды терең көтерген маңызды еңбек. Бұл шығарма арқылы оқырман ғылым мен білімнің адам өміріндегі рөлін, адамның рухани әлемнің мәнін түсінеді. Академик бейнесі арқылы автор адамгершілік, әділеттілік және қоғам алдындағы жауапкершілік туралы ой салады. Мен үшін ең қызықтысы автордың ғылым мен адамгершілікті бір-бірімен байланыстырғаны. Кітап оқырманға тек білім беру үшін ғана емес, сонымен қатар адам болуды, рухани бай болуды үйретеді. Бұл шығарма қазақ әдебиетінде ғылыми тәрбиелік прозаның маңызды үлгісі болып табылады. Қабдеш Жұмаділовтың академиктің көз жасы кітабындағы мен үшін ұнаған бөлім, екінші бөлімдегі автордың қазақ қоғамына төнген қайғы қасіреті, яғни ашаршылықты суреттегені мен үшін өте әсерлі болды.
Ақынның қара шегірмен қоштасуы жерінен басталады. Сол жерін оқып берсем: ақынның қара шегірмен қоштасуы адам басына түсетін аса ауыр қайғы емес, мұң ғана болатын. Қимас жол сапары сұмдық ауыр болды. Адамды қажытып, жүрекке салмақ түсірген үйреншікті қыр жолының ойқы-шойқы, кедір-бұдыр емес, жол бойындағы адамның жүзі шыдамайтын көріністер. Шынында да қазақтың басына бір зауал төнген екен. Жол жиегіне құлай кетіп, сол беті қатып қалған өліктер, түндігі ашылмай қалған ауылдар. Әлгі заманақар дейтіні осы шығар. Отаршыл өкіметтің өзге өктемдігін кешірсе де, тұтас халықты қынадай қырғыннан кешіруге болмас. Ұлытау, Жезді, Кеңгір бойындағы аш-аламан жұрт көбінше түстікке, сыр бойына қарай ағылушы еді. Мына терістіктегі ел солтүстікке, Орыстың Орынбор, Омбы, Селебе қалаларына қарай жылжитын көрінеді. Сол жақтағы Орыс орманына ілінсек, күн көріп кетерміз деген үмітте баяғы. Бірақ соған жете алмайды ғой көпшілігі. Еш жазығы жоқ бір халықты осылай да қорлауға болады екен, деп автор таңданған еді. Бұлар жол жиегіне тақау қонған 3-4 үйлі бір ауылға бұрылғанды. Естияр біреу кезіксе жол бағытын сұрау ойларында бар еді. Сұмдық әлгі ауылда тірі жан жоқ, төрт түлік мал түгел, ит екеш те көрінбейді. Шеткі бір үйдің киіз есігін сүріп, сыртынан ергенек қойып, арқанмен шынындап байлап тастапты. Түндігі ашық, қан ішіне де болса, ерекше көрінісін мәнісін білмек болып, ергенек бекіткен арқанды шешіп, түсірлі киіз есікті жоғары қарай беріп, шалқасына түсе жаздады. 3-5-7 жастағы ұл-қыз аралас 5-6 бала есікке таман тырмысып келіпті де бір-бірін құшақтаған күйі қатып қалыпты. Шамасы үлкендері де осы ауылдың ұсақ балаларын бір үйге қамаған да өздері талғажау бірдеңе іздеп ауыл бетіне қайтып оралмаған екен. Жүрегі тас төбесінен шыққан Қаныш ергенекті орнына қоя салды да, жалғыз осы ауыл дейсің бе, бұдан басқа ауылдардың да көрген күні осы ғой, деді де көңірейіне тіл қатып. Ұлытаудан шыққандарына 3-ші күн дегенде, бұлар Баянауылдың Сәтбаевтар әулетіне қоныстанған батыс сілмене деліндау. Қаныш ел көзіне түспеу үшін ауылға қас қарая бармақ болып, әуелі ата-анасының асыл сүйегі жатқан ескі қорымға барылды. Міне Қанышты жарық дүниеге әкелген ең қымбат адамдар осында жатыр. Әкесі қайтыс болған соң 2 айдан кейін бір келіп қайтқаны барды. Соңғы жылдары жыпырлап көбейіп кеткен қалың төмпешіктің арасында адыспай, қажетті қабірдің дәл үстінен түсті. Өз өсиеті бойынша әкесі Амантай, анасы Әлиманы қасына қойылған. Бұлардың басына әтуәрлеп көк тас қоюға мұрша болған жоқ. Қабір басында аты жөндер жазылған жалпақ тақтай тұр. Жол бойы ұшырасқан ауыл көріністерінің әсері ме, ата-ана қабірінің басына Қаныштың жүйжесі босап, көзінен жас парлап қоя берді. Өз қайғысына ел қайғысы қосылып, өзін тоқтата алмай қалып еді. Дыбыс шығармай, үнсіз егіліп тұр. Көз алдында естен кетпес неше алуан көріністер. Айтпақшы, осы Қаныштың жарық дүниеге келмей қалуы да мүмкін еді. Әкесі Амантай 45 жасына келгенше бала сүйе алмай, бір перзентке зар болыпты. Бәйбішесі Нұрым ханымға кезінде әкесі Сәтбай қажы таңдап құда болған бір байдың әлпештеген қызы ақылына көркі сай келіскен әйел еді. Бірақ қатыгез тағдырға не дауа, 40-қа келгенше пышағы қанамай, бала дүниеге күйеуімен бірге тартады. Дәл осылай әрі қарай Қаныш Сәтбаевтың дүниеге келуі туралы айтылады. Қысқаша айтқанда, осы 2-ші бөлімде қазақ қоғамының басына төнген ең үлкен қайғы ашаршылық туралы толықтай ашылып суреттеледі. Менің ойымша, бұл шығарма ең алдымен адамның рухани әлемі мен моральдық таңдауы туралы айтылған. Академиктің бейнесі арқылы автор оқырманға ғылым жолындағы қиындықтарды ғана емес, адамның өз қадір-қасиетін, адамгершілік принциптерін сақтау керектігін көрсетеді. Кітапта академиктің көз жасы тек жеке қайғының белгісі емес, сонымен қатар қоғамдағы әділетсіздікке, ғылым жолындағы кедергілерге және адамның ішкі күйіне байланысты символ ретінде берілген. Мен үшін ең маңызды ой адам мен ғылымның үйлесімділігі. Академиктің өмірі мен әрекеттері арқылы көрінеді.
Ол ғылымда жетістікке жеткенімен адамдық қасиеттерінен айнымаған. Бұл шығарма оқырманға ғылым тек білім мен кәсіби жетістікке емес, сонымен қатар адамгершілік пен моральдық жауапкершілікке негізделуі керектігін үйретеді. Кітаптағы жалпы академиктің бейнесі өте әсерлі. Жаңа біз оқып кеткен екінші бөлімдегі оқиғалардан білсек болады. Себебі ол адамның жеке трагедиясы мен қоғам алдындағы жауапкершілігін біріктіреді. Академик өз жетістіктерін қоғам үшін жұмсайды, әділетсіздіктерге қарсы тұрады және ғылымға адалдығын сақтайды. Бұл мен үшін ерекше ой салады, өйткені адамның кәсіби табысы мен рухани байлығы бір-бірімен тығыз байланысты екенін көрсетеді. Мен оқыған кезде кейбір мақалалар мен ойлар ерекше есте қалды. Жаңа айта кеткендей, ең бірінші мақала: ғылым мен адамдық сезім бір-бірімен ажырамас. Бұл ой академиктің мінез құлқынан көрінеді. Ол ғылымға берілгенімен адамдық қасиеттерін жоғалтпайды. Академиктің қайғысы бұл қоғамның қайғысы. Бұл тек академиктің ғана қайғысы емес, бүткіл қазақ қоғамына тән қайғы. Жеке қайғы арқылы қоғамдағы әділетсіздіктер бейнеленеді. Бұл оқырманға адамның қоғам алдындағы жауапкершілігін еске салады. Адамгершілік пен білім бір-бірін толықтырады. Академиктің іс-әрекеттері тек білімге сүйеніп қана қоймай, моральдық қағидаттарға сәйкес жүргізіледі. Және де мен үшін ең қызықтысы автордың ғылым мен адамгершілікті байланыстыра суреттегені. Яғни бұл кітап оқырманға тек білім беру ғана емес, адам болуды, рухани бай болуды, өзіміздің моральдық принциптерімізге адал болуды үйретеді. Академиктің көз жасы ғылым мен адамгершіліктің жеке қайғы мен қоғам алдындағы жауапкершіліктің символы деп қарастырамыз. Және де қорытындылай келе, академиктің көз жасы қазақ прозасындағы философиялық, әлеуметтік және тәрбиелік мәні зор шығарма. Ол оқырманға адамгершіліктің, онымен қоса ғылымның, қоғам алдындағы жауапкершіліктің маңызын түсіндіреді. Академик бейнесі арқылы Қабдеш Жұмаділов адам өмірінің мәнін, моральдық құндылықтарды сақтау керектігін көрсетеді. Менің ойымша, бұл шығарма қазіргі оқырман үшін де өте өзекті, себебі адам өміріндегі моральдық таңдау, білім мен адамгершіліктің үйлесімі, ол қоғам алдындағы жауапкершілік әрқашан маңызды. Академиктің көз жасы тек жеке кейіпкердің емес, бүткіл қоғамның тарихын, тағдырын бейнелейтін үлкен символ деп қабылдаймыз.